Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі өтетін оқу қызметіміз сауат ашу, ал тақырыбы е дыбысы мен әрпі. Қане балалар, біз оқу қызметімізді бастамас бұрын бір-бірімізге жылылық сыйлап алайық. Күн көзінде күлімдеп, көңілді болып жүрейік. Қазіргі болар сабаққа жүректен ақ жол тілейік. Ал енді балалар, қазір бізде қай мезгіл екен? Дұрыс айтасыңдар. Дәл қазір бізге балалар қыс мезгілі келген екен. Ал қыс мезгілінің айларын атап көрейікші. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Тамаша. Қыс мезгілі келгенде балалар, табиғатта қандай өзгерістер болады екен? Қар жауады екен, не? Боран соғады екен. Күн қатты суытады екен. Балалар, бүгін біз сендермен е дыбысы және әріпімен танысамыз деп айттым. Ал біздің е дыбысымыздың балалар әріптік таңбасы былай жазылады екен. Балалар, е дыбысы жіңішке, дауысты дыбыс екен. Ендеше е дыбысы дауысты дыбыс болғандықтан қызыл үйшікке қоямыз. Балалар, е дыбысынан басталатын сөздермен танысайық. Е әріпі. Е әріпі. Емен. Емен. Есек. Есек. Егіз. Егіз. Егінші. Егінші. Егін. Егін. Ешкі. Ешкі. Етікші. Етікші. Ал енді балалар, сендер менімен бірге қайталаңдаршы. Есік, дверь, дыбыс, звук, елік, олень. Е дыбысы кездесетін сөздерді тағы да есімізге түсірейік. Ешкі, шелек, кеме. Ал енді осы сөздерді буынға бөлейікші балалар. Ешкі. Неше буын екен? 2 буынды екен. Шелек. Ол да 2 буынды сөз екен, я балалар? Кеме. Бұл да 2 буынды екен. Ал енді солардың ішіндегі ешкі сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Е дауысты, ш дауыссыз, к дауыссыз, дауысты. Ал енді балалар, қане бәріміз бойымызды сергітіп алайық. Sol eli göster, şimdi de salla. Sağ eli göster, birlikte salla. Sol eli göster, şimdi de salla. Sağ eli göster, birlikte salla. Şimdi sola, şimdi sağa dön kendi etrafında. Herkes çok eğleniyor sevimli dostlar dansıyla. Şimdi sola, şimdi sağa dön kendi etrafında. Herkes çok eğleniyor sevimli dostlar dansıyla. Sol bacak havaya. Ал енді балалар, мен сендермен ойын ойнағым келіп тұр. Ол ойын балалар, мен сендерге жануарларды айтайын. Ал сендер сол жануарлардың төлін табатын боласыңдар.
Бірінші сиыр. Ал енді сендер айтыңдар. Бұзау екен, я? Тамаша балалар, сендер дұрыс тапты деп ойлаймын. Ал енді жылқы. Құлын екен, тамаша. Мысық. Марғау. Керемет, тамаша. Ал енді балалар, кәне бәріміз бірге тілімізді жаттықтырып алайықшы. Менімен бірге қайталаңдар. Ес, пышақпен кес. Ер, соңымнан ер. Ет, шынықтырамыз бұлшық ет. Балалар, ал енді бүгінгі өткен оқу қызметіміз сендерге түсінікті болған шығар. Мен сендерге үйге тапсырма береміз. Бірінші суретке қарасаңдар балалар, штрихтарды штрихтаймыз. Көрдіңдер ме? Балалар, енді мен сендерге үйге тапсырма беремін. Бірінші тапсырма штрихтап сызамыз. Түсінікті ғой? Мұқият әдемі қылып. Ал екінші балалар, үзік сызықтарды қосамыз. Мына саңырау құлақтардағы үзік сызықтарды әдемілеп шығармай қосамыз. Ал үшінші тапсырма тағы да үзік сызықтарды қосып, осы суретті әдемілеп бояймыз. Бүгінгі оқу қызметі балалар сендерге ұнады деп ойлаймын. Ендеше назарларыңа рахмет.